Балалар, ендігі кезекте қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановпен таныса отырып, оның шығармашылығы мен саяхаттары зерттеулерін алға тартамыз. Шоқан Мұхаммед Ханафия Уәлиханов 1835 жылы дүниеге келіп, 1865 жылы қайтыс болған. Құсмұрын бекінісінде Шыңғыс Сұлтанның отбасында дүниеге келген. Шоқан жас кезінен зеректік танытып, әскери біліммен қоса этнографиямен айналысып, Орта Азия халықтарының салт дәстүрлерін зерттеді. Оның қазақ шежіресі, сот реформасы жайында хат, Іле өлкесінің географиялық очеркі, тағы басқа ғылыми еңбектері отаншылдық тұрғыда жазылған. Ол өз шығармаларында қазақ халқына білім, ғылым үйретіп, өз алдына ел болса, ұлы халық болары хақ деп, халқымыздың отан сүйгіштік қасиетін жоғары бағалайды. Шоқан алдымен сауатын ашып, арабша хат таниды. Ол қарындашпен, кейін бояумен сурет салуға үйренді. 1847 жылы 12 жасар Шоқанды әкесі сол замандағы Сібірдегі ең үздік оқу орны есептелетін Омбы кадет корпусына оқуға берді. Оқу 8 жылдық болатын. Онда жан-жақты терең білім беретін әскери пәндермен қатар география, тарих, орыс және батыс әдебиеті, философия негіздері, зоология, математика, құрылыс өнері және архитектура пәндерде оқытылатын. Орысша білмесе де, Шоқан қиыншылықтан қорықпай, өзінің алғырлығы мен зеректігінің, еңбекқорлығының арқасында орыс тілін терең меңгеріп білім алады. Шоқан жазушы орыс әдебиетінің классигі Федор Николаевич Достоевскиймен жақсы араласып, дос болып кетті. Федор Николаевич Достоевскийдің тағдырына араласып, оны айдаудан ерте босануына ықпал жасаған. Ол тарих және географиялық еңбектермен танысып, белгілі саяхатшылардың күнделіктерін оқыды. Шығыс халықтарының тарихын, әдебиетін және тілін үйренуге талпынды. Шоқан 20 жасында экспедиция құрамында Омбыдан Семей, Қапал арқылы Іле Алатауына, Жоңғар қақпасына, Тарбағатайға дейін саяхат жасайды. Шоқан Уәлиханов қазақ, қырғыз халықтарының тарихы мен тұрмысы, діні мен салт дәстүрі туралы материалдар жинап, мақалалар жазды. Шоқан 1856 жылы Омбыда жүргенде атақты саяхатшы географ Семенов Тянь-Шанскиймен танысып, достасады. Жетісу, Тянь-Шан өлкелеріне саяхаттың біразында атақты саяхатшымен бірге жүріп, ғылыми жұмыстар жүргізеді. Шоқан Уәлиханов Құлжаға барады. Қытай мен Ресей арасындағы сауда және шекарадағы даулы мәселелерді шешу ісіне қатысады. Құлжада 3 ай болып, батыс Қытайда болған Қашқар көтерілісін бақылайды. Жоңғар тарихымен танысады. 22 жастағы Шоқан қазақша киініп, өзін саудагер Әзімбай деп атап, 5 айдай Қашғар мен 6 шаһар елінде тұрады. Онда ол серіктермен бірге талай қиыншылықтарды басынан кешіреді. Ол ештеңеден мойымай, осы елдің тарихын, этнографиясын зерттеп, құнды тарихи мәліметтер жинақтайды. Қызығы мен қауіп-қатері мол экспедициядан Шоқан 1859 жылы наурыз айында елге оралады. Қашғардағы саяхат барысындағы көрген қиыншылықтардан денсаулығы нашарлайды. Ол бірнеше ай бойы сырқаттанып жүрсе де, өзіне тапсырылған жұмысты ойдағыдай орындап шығады. Қашғарға саяхаттың нәтижесі ретінде жазылған 6 шаһардың, яғни Қытайдың Нанлу провинциясындағы Кіші Бұхараның, шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы атты еңбегі Германияда неміс тілінде, кейінірек ағылшын тілінде Англияда жарияланады. Шығыс Түркістан мемлекетін ол кезде 6 шаһар деп атайтын. Шоқан осы және басқа еңбектері арқылы Шығыс Түркістан халқының тарихын, әлеуметтік саяси жағдайы мен мәдениетін батыс Еуропа елдеріне танытқан тұңғыш ғалым болды. Шоқан Уәлихановтың ғылыми еңбектерін Ресей империясының басшылары мен ғалымдары жоғары бағалады.
Шоқан Уәлихановты Ресей патшасы 2 Александрдың ұсынысы бойынша Санкт-Петербургте жұмыс істеп жүргенде Орта Азия мен Шығыс Түркістанның жаңа картасын жасайды. Санкт-Петербургтың ылғалды климаты Шоқан Уәлихановтың денсаулығына кері әсер еткендіктен 1861 жылы көктемде елге оралады. 1865 жылы сәуір айында Шоқан Алтынемел жотасының етегінде Көшен-Тоған деген жерде, қазіргі Алматы облысы, Кербұлақ ауданындағы Шоқан ауылындағы ауылда қайтыс болады. 1958 жылы Шоқан Уәлихановтың Алтынемелдегі қабіріне ескерткіш орнатылды.